Сәлем достар, сіздермен бірге үй жағдайында құлпынайды коктейлін жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын маған тіркеліп қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Ең алдымен бізге құлпынай, сүт және пломбир мороженое қажет. Ең бірінші осы құлпынайларды тең жартысымен бөліп, ыдысымызға керектісін салып аламыз. Менде осындай 4 бұрышты ыдыс. Сіздер өз үйлеріңізде қандай ыдыс бар, соны пайдалана берсеңіздер болады. Блендердің көмегімен құлпынайларымызды жақсылап езіп, біркелкі массаға келтіреміз. Осындай біркелкі масса болды. Қараңыздар, жақсылап езілді. Оның үстіне пломбир мороженойымызды саламыз. Мен пломбир мороженойын жартысын кесіп салдым. Сіздер өз қалауынша полный жасасаңыздар да болады. Менікі бір адамдық коктейль. Осылай пломбир мороженойын салғаннан кейін блендермен жақсылап араластырып, үстінен салқын сүтімізді құямыз. Салқын сүтімізді құйып, блендермен араластырып, көпіргенше араластырамыз. Жақсылап біркелкі масса шығу керек. Қыздар, базардың коктейліне қарағанда өзіңіз жасап, үй жағдайында өзіңіз жасап ішкеніңіз жақсы, өте дәмді әрі ерекше. Видео ұнаған болса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер.